3 топ шебері жайлаубаева Күлнар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы автокад. Автокад жүйесін автодиск американдық фирмасының баспасы аласы десе де болады. Оның орталық кеңсесі Калифорния штатының Сан-Рафаэль қаласында орналасқан. Автокад 2000 интерфейсі Windows үшін стандарттық басқару элементтері жинағы қолданады. Microsoft Office пакетін немесе ең операциялық жүйесінің интерфейсімен жұмыс тұтынушыларға. Автокад жүйесінде командаларды енгізу ретінің терезе элементтерімен жұмыс жасау қиынға түспейді. Олардың негізгілері: меню жолағы, қалып-күй жолы, графикалық терезе, командалар жасағы, курсор қиылыс, бірнеше құралдар панелі. Бүгін мен автокад программасында жұмыс істеуді үйрету сабақтан бастаймын. Автокад программасы не ол? Яғни біле білсеңіздер, құрылысшыларға ең керекті қажетті программаның бірі автокад болып саналады. Бұл жерде сіздер кез келген схема сыза аласыздар, және де кез келген проект осы автокад программасында жасалады. Ол үшін біз автокад программасына қалай кіреміз? Пускке басамыз, сақталған программа все программы, Autodesk, автокад 2014, менде орнатылған автокад басасыз бір загрузиться етіледі. Сосын сіздер ең бірінші орнатсаңыздар қара экран болады. Яғни ол экран қалай құрту үшін мышканың оң жағын басасыз, параметрі деген жерді басасыз, файл деп тұрса экран деген жерге басасыз, цветтаны басасыз, цвет белый көрсетесіздер, принять, окей. Енді мына сіздерде тор бар. Торды қалай алып тастау керек? Кейбіреу мешает етіп тұрады. Ол үшін мына жерде біз басамыз. Отображение сетки деп тұр, соны бір басамыз, жоқ кетті. Басқа ештеңе баспаңыздар, оны жұмыс барысында функцияларды көрсетемін. Енді келесі, кез келген программа закладкалерден тұрады. Яғни автокад программасында бірнеше закладкадан тұрады. Файл, правка, осы түрде аталып. Біз көбінесе 4-5 закладкамен ғана жұмыс істейміз. Ол файл, яғни біздің қағаз шығаруымыз, сақтауымыз осы закладка жүзеге асады. Рисование, бізде инструменттеріміз сол жерде орналасқан, линия болсын, круг болсын, төртбұрыш болсын, одан размер сызылған линия заттарымызға размер қоятын. Сосын редактер көшіру, көбейту, өшіру, созу сияқты функциялар атқарады. Бірінші бізде мына жерде программный команда деп атады, яғни біз кез келген командамыз осы жерден көрініп жатады, қалай жұмыс істелетін. Бізде қазір команда пустой болып тұрады, яғни пустой командаға қазір біз линиядан бастайық. Бірінші сабағымыз біздің линиядан. Кез келген сызық линиядан құралады, линия арқылы сызылады. Ол мына инструмент бізде жаңа рисование, закладкадағы бүкіл инструменті бізде мына тұр. Мына бізде редактировать инструменттер, рисованияны аламыз, линия дегенді басамыз. Линия. Бастық. Командада уже қандай инструмент алынғанымыз көрініп тұр. Первая точка. Кез келген жерден басамыз. Осы жерде оқып отырыңыздар. Осы жерде арқылы жұмыс істейді. Первая точка бастыңыз. Следующая точканы көрсетті. Кез келген жерден көрсете беру керек. Яғни біз размер бойынша сызайық. Бізге парақтың размерін сызу керек 297, 210, 210 дегенде. Ол үшін сызу үшін бізге режим орта деген қолданылады. Режим орта басамыз. Сіз емен-еркін жағында жүре алмайсыз. Тағы да алып істейміз. Яғни барып көрсетесіз, мышканы сол жағын бәйт басасыз. Көрсеттіңіз. Одан кейін клавиатурадан 297 деп енгізесіз. Енгіздіңіз, Enter басасыз. Одан кейін енді линияңыз кішкентай болып тұр сіздің, үлкен алсыз болып тұр. Алсыз жақындатып көру үшін курсордың мышканың оң жақ сол жағында арасында ролик бар, соны алға жылжытасыз, үлкейеді, артқара жылжытасыз, кішірейеді. Үлкейттіңіз, сосын енді роликті бір басып тұрасыз да, қол шыққаннан кейін ортаға келіп қоясыз. Келесі төменге қарай көрсетесіз, 210 дейсіз, Enter басасыз. Былай сол жаққа көрсетесіз, Enter басасыз. Бағытын көрсетесіз, размерін бересіз, Enter басасыз да, болғаннан кейін шығып кетесіз ескеріп. Неміз қателесіп қойдыңыз. Қайтып өшіру үшін Ctrl-Z басасыз. Соңғы командаңызды қайтарады сіздің. Енді бағытын көрсетесіз, 297 дейсіз, Enter басасыз. Жоғарырақ көрсетесіз, 210 дейсіз, Enter басасыз. Болды. Сіз болғаннан кейін бәрін Escape деген басасыз.
Sizning liniyani